Ардақтағы ағайын артында орналасқан Си-18 тергеп-тексеру түрмесіне 10 тәулікке елге белгілі заңгер блогер Әділетхан қамауға алынды. Қазір заңгердің жағдайын адвокаттарынан сұрап білеміз. Екі-ақ рет тамақ іштім деді, әжептәуір азып қалған. Заң саласынан шығып кетсем екен, не істесем екен деген ойлар мазалап жатыр деді. Шыққаннан кейін істей алмайтын да шығармын, может деген секілді ойлар келіп жатыр деп айтты өзі. Бұл енді санкциясы 3 жылға дейін жаңа шешім үкім шығаруда мүмкін, болмаса жаңа альтернативті жазалар бар. Енді айтты ғой, жалған ақпарат таратты деген. Сол шынында да жалған ба, жалған емес па, оны өзі шығарып айтты ма, немесе шындыққа сәйкес келе ма, келмей ма? Егер ол Әділетханның айтқанда жалған болатын болса, мына қалаға басқа өңірден гаишниктер келмейтін еді. Кеше ғана жаңалықтарға шығып жатыр. Видеолардан кейін Алматының өзі біраз проверка келіп жатыр ғой. Не үшін күдікті болып жатқанын да өзі түсініп жатқан жоқ. Азып та тозып та кеткен. Күтіп отырмыз. Мен өзім жалғызбын ғой енді қазір. Жалғыз өзім қорқамын. Бір жерге шықсам да қорқып жүрмін уже.